Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, сіздермен бүгін керемет жасанды интеллекттің бір түрі кооринг деп аталатын бағдарламамен таныстырғым келіп отыр. Бұл жерде басқа жасанды интеллекттерден үлкен айырмашылығы бізде тіл, қазақша тіл бар. Мына жерде тілге кіріп, орысша немесе қазақ тілін таңдай аласыздар. Бізге қазір қазақ тілі қажет болады. Қараңыздар, бұл бағдарламаның ішінде әртүрлі пәндер қарастырылған. Биология, физика, химия, геология, астрономия, геометрия, тарих сияқты әртүрлі пәндер бар. Мысалы, адам биологиясына кіріп көрейік. Бұл жерде оқушыларға сіздер сабақта түсіндіргенде қолдансаңыздар өте керемет болады. 3D көрсетеді барлығын. Мысалы, бұл жүректің құрысы. Қараңыздар. Мен қазір бұның телефонның версиясын қолданып отырмын. Сіздер ноутбукпен, компьютермен, қазір мектептердің барлығында интерактив тақта жабдықталған, содан көрсетсеңіздер, өте керемет болады. Және де қараңыздар, жүректің құрысын осылай мишканы қозғау арқылы үлкейтіп, кішірейтіп, жүректің құрысы қалай жұмыс жасап жатырғандығын балаларға осылай визуально көрсете аласыздар. Бұл өте жақсы мүмкіндік деп ойлаймын, балалар бұған қызығады. Енді мына жерде қарасаңыздар, кіріспе деген бөлімге кірсеңіздер, бұл жерде осы жүрекке қатысты негізгі деген ақпараттар жазылады. Балалар өздері оқып таныса болады. Бөлісу деген кнопканы басу арқылы балаларға үй тапсырмасы ретінде беріп, немесе бөлісе аласыздар жалпы мұғалімдермен, оқушылармен. Түсіру деген бөлімде осы суретті түсіру арқылы сіздер қымыжыларыңызға салып қолдана аласыздар. Толықтырылған шындық деген батырманы көрсеңіздер, бұл жерде ноутбукпен көріп отырған кезде экранға сіздердің өздеріңіздің бейнелеріңізбен қасына осы жүректің құрысы шығады, яғни кәдімгі қасыңызда тұрғандай сондай бір сезім болады. Өте жақсы мүмкіндік. Байланыс дегендерге бұл пәнге қатысты тағы да қандай тақырыптар бар, сол ұқсас тақырыптар шығады, оны да көрсетіп кетсеңіз болады. Бұл биология. Бұдан бөлек жаңа айтқан адам биологиясы жамау бар, биологиясы деп әртүрлі бөлінеді. Физикаға кіріп көрейік. Бұл жерде де көптеген тақырыптар қарастырылған, өзіңіздің сабағыңызға қажетті. Мына жерде мазмұн деген бөлімшеге өтсеңіздер, механика, молекула физика деген сияқты физиканың әртүрлі бөлімдері қарастырылған. Мысалы айталық деген 100% деп айта алмаймын, бірақ 67% тақырып қамтылған. Мысалы орташа жылдамдықты есептеу дейді өлшеу. Бұл 7 сыныптарға жылдамдық тақырыбын түсіндірген кезде көрсетсеңіздер болады. Орташа жылдамдықты қалай есептеу керек, соны балаларға жақсы түсіндіріп бере аласыздар. Екі әртүрлі жүк және жеңіл көлік жүріп өткен көріп отырсыздар. Олар жүріп өткеннен кейін мына жерде олардың қандай уақытта жүріп өтті, қандай қашықтықта барлық есептеулер жақындатсаңыздар көрінеді. Сол арқылы балаларға орташа жылдамдықты есептеп үйретіп көрсетсеңіздер болады есептеулер жолымен. Бұнда да кіріспе, бөлісу батырмалары басу арқылы басқа да мүмкіндіктерге қол жеткізе аласыздар. Міне бір екі ғана қысқаша көрсетіп кетемін. Осы бағдарламаны қолдана отырып сабағыңызды өте жақсы өткізе аласыздар. Ашық сабақтарда қолдануға болады, және де күнделікті сабақта қолдансаңыздар, оқушыларға өте қызықты болады. Осы бағдарламаны өзім қолданамын және сіздермен де өзімнің әріптестеріммен бөлісуді жөн көрдім.